Ассалаумағалейкум, есімім Қайсар, Шымкент қаласы тендер бастау компаниясының негізін қалаушымын. Аманжол мырзаның шәкіртімін, қуанышпен, мақтанышпен айтамын. Себебі былтыр бір жыл бұрын Аманжол мырзаның SBM, LB форматындағы офлайн тренингінен өткен болатын. Енді осы уақытқа дейін өзімізде кәсіпкер болған соң біліміміз жаңартып отыруымыз өте маңызды. Сондықтан осы уақытқа дейін қаншама тренингтерге қатыстық, бірақ былайша айтқан кезде инсайт аласың, бірақ практикада ол басқаша болып шығады. Бірақ Аманжол мырзаның сол тренингтегі бізбен 6 күн бойы біздің мышлениемізбен жұмыс жасады ғой. Біздің мінезімізбен, біздің ойлау жүйемізбен, біздің характерімізбен, рухымызбен бәрімен түбегейлі жұмыс жасағаннан кейін, Аллаға шүкір, сабақтан кейінгі эффект мощный болды негізінде ше. Қуанышпен айта аламын. Себебі нақты бір екі форматтағы сабақтан SBM-ні, LB-ні түртіп алатын болсам, ең үлкен маған ең бірінші әсер еткен ключевой нәрсе ол Аманжол мырзаның энергиясы. Күні түні энергиямен жанып жүрудің өзінде бір жақсы сөз бар. От бол, немесе от болмасаң жоқ бол деген сөзі бар. Одан кейін Аманжол мырзаның талғамы. Негізінде шыны керек қазақ байшылыққа көп салып кете беретінбіз осы уақытқа дейін. Бизнесімді болсын, басқасы болсын, былай істей саламын деп. Жоқ, Аманжол мырзаның тренингінде мен сол нәрсені түсіндім да, талғам керек екен. Ол сенің өмір сапаңда болсын, ол сенің таңдауыңда болсын, кез келген нәрсе талғам керек екен. Талғам арқылы сен масштабқа шығатынын түсіндім да. Талғамды өзгерту арқылы. Одан кейін Аманжол мырзаның мінезі, яғни сенің қайтпайтын, сынбайтын қасқыр мінезді болуың. Осы нәрселердің барлығын мен Аманжол мырзаның сөз арқылы естідім, және оны сол жерде тренингтің барысында жаңағыдай жаттығуларын орындадық тапсырмалармен. Аллаға шүкір, сабақ біткеннен кейін, негізі мен Аманжол мырзаға келген кезде, до Аманжол мырзаның тренингіне дейін менде компаниямда 10-15 миллион оборот болған. Сабақтан кейін енді шынын айтайын, шыны керек, бір жарым айдың ішінде мен башқаңызды 2 есеге өстім ғой. 27-30 миллионға көтердім оборотымды. Оған дейін Аманжол мырзаға дейін мен қорқыныштар өте көп болатын. Мен қалай басқа қаладан филиалымды ашам, мен қалай компаниямды управлять етем, қалай оны дамытам, қалай масштаб етем, қалай делегировать етем. Мен обязательно операционкаға өзім кіріп кете беретім ше. То есть анаған өзім звондауым керек, клиентпен өзім сөйлесуім керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек, бәрін өзім жүгіре беретім. Бірақ Аманжол мырзаның именно LB-дегі бір часть бар, команданы басқару туралы. Сол сабағы маған өте әсер етті. Сабақтан кейін Аллаға шүкір, жаңа айтып отырмын ғой, бірден 30 миллион алып көтерілдім. Енді егер құрметті оқырман көріп отқан болсаңыз, сізде бір бизнес бастау керек еді, немесе бастап қойып едім, соны дамыта алмай жатырмын, болмаса бір мінезімді өзгертуім керек еді, тағы басқа деген сияқты бір блоктар, бойлар болса, мен сізге кеңесім міндетті түрде ең бірінші Аманжол мырзаның SBM, LB форматына екеуін бірдей өтіңіз тренингтен. Неге? Себебі сіздің бизнесіңіздің жүйеленуі, бизнестің бір жолға келуі, масштабқа шығуы, ол тікелей сіздің энергияңызға, тікелей сіздің біліміңізге, мінезіңізге әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде осы сабақтан өтуіңізге кеңес беремін. Енді Аманжол мырзаға өзінің бір жақсы сөзі бар, есімде қалатын үнемі, жеті ұрпағыңмен бақытты бол дейтін бір сөзі бар да. Осы сөзбен өзіне айтқым келеді. Аманжол мырза, Алла разы болсын, жеті ұрпағымен бақытты болсын, Алла тағала істеп жатқан ісінің берекесін берсін. Осындай Қазақстанда мен деген кәсіпкерлерді мен танимын. Ар жағын қопарып қарасаң, кімнен шыққан? Аманжолдың қолынан шыққан, оны естіп жатырық та. Сондықтан алдағы уақытта ісіне береке берсін, табысты болсын деп тілеймін. Ал енді құрметті оқырман, бұл біздің Шымкент қаласындағы офисіміз, кеңсеміз, осы Рысқұлов бойында орналасқанбыз. Қазіргі таңда Шымкент қаласында мінекей тендер бастау деген академия 1,5 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз офлайн форматта. Енді біз негізі өзіміз тендермен айналысамыз және тендерді оқытамыз. Командамыз бар, тендерді оқытамыз. Шымкент қаласы бойынша қазіргі таңда 500-600-ден астам офлайн форматта адамдар оқытқан екенбіз. Аллаға шүкір, енді бізде Аманжол мырза секілді өзіміздің оқырмандарымыз бар. Аманжол мырза секілді қаншама адамның табысты болуына әуелі Алла, одан кейін біз себепкер болып жүрміз деп ойлаймын. Кеттік, енді командамен жұмыс барысымен таныстырып кетейік. Бұл мен өзім офисім, өзім кеңсем, өзім кабинетім. Барлық жиналыстар, барлық келіссөздер осы жерде өтеді. Одан кейін бізде колл-центр, біздің клиенттерімізге хабарласып, звондап, толық ақпарат беріп отыратын біздің колл-центріміз. Сонымен қатар бізде қазір Түркістан қаласында офисіміз бар, тоже офлайн форматта. Бұл да біздің колл-центр. Енді маркетингтен хабарларыңыз болса, фотографика дейді, тағы басқа дейді колл-центрде.
Бұл енді біздің негізгі бөлмеміз. Негізі бір нәрсе айта кетейін, Аманжол мырзаға келмес бұрын менде осы 2 кабинет қана болатын ше. Мына жақ 66 квадрат, мына жақ 23 квадрат, жалпы бір 100-ге жуық квадрат болатын. Осы ғана болатын. Аманжол мырзаның тренинге шыққаннан кейін бірден осы жердің барлығын, екінші этаждың барлығын 200 чем-то квадрат полный бәрін бірге алып жұмысымызды масштабтап кеткен болатынбыз. Бұл бізде основной осы кабинет. Саламатсыздар ма? Бұл біздің оқу залымыз. Осы жерде біздің барлық офлайн форматтағы сабақтарымыздың бәрі осында өтеді. Енді жаңа айтып отырмыз, Шымкент қаласы бойынша 500-ге жуық шәкірт оқыттық деп, осы 500 студентіміз осы жерден бізден шыққан болатын. Енді қазіргі таңда бізден тендерге келіп, нөлден келіп, ТО сатып алып, ИП ашып, болмаса тағы басқа мүмкіндіктердің барлығын пайдаланып, қолданып, 70-80 миллион оборотта жүрген жігіттер бар. Енді мен Инстаграмға тіркелсеңіздер, мен сіздерге көретін боласыздар сол жерден. Тендерге келіп, машина алып, тендерге келіп, үй алып, тендердің арқасында бизнес ашып, басқа бизнес ашып жатқан жігіттер өте көп. Сондықтан Аманжол мырзаның оқырмандарын тендер саласына шақырамын, қызығып жүрген болсаңыздар, бізге келсеңіздер болады.